бір күдік. Негізі мен бала кезімде бір жақсы бала болдым деп айта алмаймын. Өзімді бір шетелде жүрген кезімді елестете алмаймын. Мысалы, сол жермен өтемін ғой. Все, онда жаймен бастайық. Бір құрметті көрермендер, бұл біздің мектептің ең алғашқы жобасы, яғни ұстаздармен сұхбат. Ұстаздарды біз ресми түрде емес, шынайы қырынан тану үшін ашылды. Жалпы енді бұл подкастымыздың ең алғашқы эпизодында біз мектебіміздің жалпы енді қалай айтсақ болады, жүрегі деп санайтын мектебіміздің басшысы Гүлжан Төлегенқызы. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Енді менде қобалжу бар. Гүлжан ханымда да қобалжу бар сияқты. Жоқ деп айта алмаймын. Кеш жарық. Осындай бір жақсы атмосферада, жақсы жағдайда кездесіп жатқаныма өте қуаныштымын. Енді бүгінгі ал деп басталып жатқан алғашқы қадамыңыз құтты болсын. Рахмет. Сізге де, маған да, бәріне де құтты болсын, мектепке де құтты болсын деп айтқым келеді. Өйткені енді бұл жобадан мен де көп нәрсе күтем. Үлкен жаңалықтар болсын деп ойлаймын. Сондықтан енді жалпы ең біріншісінде бір сұрақ емес, бұл жалпы енді ең басында мен сізге енді айттым ғой, енді әңгімені ашу үшін мен сізге осындай жоба ұсындым, жоба қалай деген кездегі ең бірінші ойыңызды жаймен деп бір толыққанды түсіндіріп кетсеңіз. Енді бұл жоба туралы айтқан кезде түрлі ойлар келді. Бірден жақсы ойлармен бір күдік, күмән екеуі қатар тұрды енді. Себебі біз енді үлкен мегаполисте өмір сүріп жатқан адам емес, біз кішкентай ғана аядай ғана ауыл, кішкентай ғана мектеп деген секілді ата-аналардың барлығы да бір-бірімізге таныс адамдармыз. Көшеге шықсақ та, мектепке келсек те сол бір кішкентай ғана орта. Ал енді бұл подкаст болғаннан кейін енді әлеуметтік желіде салынатын жұмыс болған соң, одан кейін енді YouTube каналында мүмкін жарияланатын жағдайлар болады деп айтылғаннан кейін ойладым, енді жан-жақтағы туысқандар бар, басқа таныстар бар, бір артық айтылып қалатын нәрсе болмайды ма екен, біреу үшін мысалы біреудің аты аталып қалып, бір артық дүние айтылып кеткен екен. Реніш болып қалуы мүмкін деген сияқты, қарым-қатынаста бұзып алам ба деген кішкене қорқыныш болды деп тұрсыз ғой енді. Сондай бір кішкене бір күмән ба екен, сондай болды. Сосын кейін тағы бір сұрақ көкейде тұрды, ол мынандай деген. Бұл жоба кімдерге арналған? Бұл жердің қонағы кімдер болады деген сұрақ тұрды. Енді одан кейін жаймен деп енді сіз деген түсіндірдіңіз ғой. Бұған ата-ана да қатысуы мүмкін, бұған оқушы да қатысуы мүмкін, бұған мұғалімдер де келуі мүмкін дегеннен кейін барып кішкене солармен бір толқында болу керек екен ғой деген секілді. 50-50 болды деп тұрсыз ғой. Дұрыс айтасыз, өте орынды, бірақ енді бізде енді YouTube каналда тоже ұстаз офф деп ашып қойдым да. Ұстаз офф. Сіз ұстаздармен ғана түсірмейміз бұл бағдарламаны. Ата-анамен де түсіреміз, оқушымен де түсіреміз. Кім бар осы мектепте қандай ұжым жұмыс жасайды, солармен сұхбат аламыз. Олардың да айтатын әңгімелері бар шығар. Өздерінің енді ойлары бар ғой, олардың да жеке енді оларды да біз сіз мындай пол жуатын апайсыз немесе терезе тазалайтын апайсыз, болмаса сіз физругсыз деп бөлмейміз ғой. Олардың да жеке ойлары, олардың да айтқысы келетін әңгімелер көп қой, шыны керек. Енді сол енді ең біріншісі подкасттың енді ашылуына келіп тұрсыз енді. Сізге көп рахмет айтамын. Қолдап жатқаныңызға, енді мынандай студияда давай іске асырайық деп қолдап жатқаныңызға да көп рахмет айтамын. Жалпы енді сұрақ өзіңіз де айттыңыз, сіз айттыңыз ұстаз офф, неге, бірақ ұстазға қатысты сұрақтар көп дедіңіз. Оған да мән бердім, оның да сценарий дауыстарын көрген шығарсыз деп ойлаймын. Енді толыққанды до конца осы подкасттың басынан аяғына дейін сұрақ қойып, сұрақпен миыңызды ауыртамын деп те айтпаймын. Енді мысалға, может талқылайтын әңгімелер болады. Сіз мысалға да осыны оқушыларға талқылайық, айтайық, сіз өзіңіздің ойыңызды, мен өзім ойымды айтайық деген сияқты ғой. Жалпы енді бастамасы сол, енді өзіңіз қайда туып өстіңіз, бала кезіңізде қандай болдыңыз, сол сұраққа бір толыққанды күштіріп жауап берсеңіз, көрермендерге де оқушыларға да қызығырақ шығар деп ойлаймын мен ойымша. Бұл бір ерекше, мен үшін өте бір жақсы сұрақ. Себебі мен өзім осы Қатонқарағай ауылында туып, осы жердің ауасын жұтып, осы жердің мектебін бітіріп, бірақ енді бұл осы мектеп емес, Рыков мектебінде оқып бітірдім. Осы ауылдың баласымын. Сол үшін, мен үшін, жәнегі сондықтан да болар, бұл жердің әр көшесі, әрбір тасы, суы, адамдары, барлығы мен үшін сондай бір недей қымбат маған.
бір ғана мысал айтып кетейін енді. Иә. Мысалы бүгін біз жаңағы мөлдір бұлақ деген акцияға қатысып жаңағы қоқыстан тазартып сондай бір тазалық жұмысын ұйымдастырдық жаңағы ауылдың ішінде. Бұл енді аудандық әкімшіліктің тарапынан ұйымдастырылған жұмыс болды, біз соған қатыстық. Сол кезде мен ауыл әкіміне кәдімгідей айттым да, енді біз апта сайын тазалық жұмысын жүргіземіз, бірақ жиналған қоқыстар жаңағы жететін жеріне жетпей осы жерде қалып қала беретін болса, бұл нәтижесі қандай деген сияқты. Сол секілді мен әрбір адам үшін, осы ауылдағы әрбір тас үшін, әрбір кәсіп үшін, кез келген нәрсе мен үшін аса маңызды. Сол үшін да шығар мен енді басқа жаққа бір жаққа көшіп те кеткім келмейді. Өзімді бір шетелде жүрген кезімді елестете алмаймын. Мысалы үшін мен енді болады ғой адамдарда сондай бір арман. Шетелде тұрсам, Қазақстан мынандай деп бір кемшіліктерін айтып сөйтіп жатады. Ал мен мысалы тұра алмас едім деп ойлаймын мен. Өзімді елестететін болсам, мен мына Катонқарағайдың суынсыз, осы жердің ауасынсыз, мына тауынсыз өмір сүре алмайтын сияқтымын кәдімгі. Жазық далаға апарып тастап өйтіп деп кішкене аузым ашылып қалатын шығар дейсіз. Енді Қызылордаға барып көрмедіңіз ғой сіз. Қызылордаға барсаңыз өзі мен де барғым келмейді. Бірақ енді Қызылорданы жамандамаймын. Бұл ондай емес. Просто өзім шыны керек табиғаты күшті жерлерде тұрғанды ұнатамын. Бірақ Қызылорда күшті, мен өзім туып өскен жерім ғой. Жалпы енді жамандамаймын, мен ойлап қалмасын деп жатқаным ғой. Қызылорда мен үшін енді ыстық, реально ыстық, бірақ жаздың күні еститін шығарсыздар Қызылорданың ыстығын. Ой, естиміз ғой. Жалпы бала кезіңізде қандай болдыңыз, соны бір айта кетсеңіз, көрермендерге де, оқушыларға да, даже сізді анау әріптестеріңізді білмеуі мүмкін ғой. Иә, әбден мүмкін. Соны бір айта кетсеңіз күштірек болатын еді. Тентек болсаңыз, тентек болғаныңызды айтыңыз. Иә, тентек болдым, бірбеткей мінезім болды. Елдің, адамның көңіліне қарамай сөйлей салатын бір сондай бірбеткей, түзу мінезім болды, шынын айтқанда. Мен мысалы үшін, менің балаларым ондай емес. Олар маған қарағанда, менің балалық кезіме қарағанда, олар көңілге қарап сөйлейтін, мынандай адамды кішкене сыйлап сөйлейтін сондай дағдылары бар. Ал менде осындай дағдылар кішкене төмендеу еді негізінде. Мен бір осы бала кезімнен бір оқиға есімде қалған. Жалпы бізде мен енді айтып тұрмын ғой, бірбеткей сондай айта салатын сондай едім. Ешкімнің көңіліне көп қарай қоймайтын, ренжіп қалады-ау деп ойламайтын едім негізінде. Мектепте оқып жүрген кезімізде бір мұғалім енді дұрыс емес нәрсе жазылып жатты тақтаға. Сосын кейін мен бардым да, оны өшіріп тастадым, мұғалімнің көзінше өшіріп тастадым да, өзім есеп шығардым сол жерге. Сол есеп дұрыс емес екенін көріп, дұрыс емес екенін көріп, енді соны осылай. Мысалы үшін ол қазіргі кезде маған біреу солай істесе, онда мен өтте бір төмендеп қалатын едім ғой. Ол өтте үлкен жаман кемшілік болған негізінде. Енді өзіңіз ойлаңызшы сондай. Сондай едім. Бірбеткейлікпен прям енді ойымды толықтай жеткізем деп ашу үстінде қалыптап кетесіз ғой, жаңағы нелеріңізді, өзіңіздің ойыңызды. Бірақ енді ондай, бірақ мен де шын айтайын, мамам да сондай бірбеткей. Мамаммен ұқсассың, прям айтайын. Мамам да сондай бірбеткей, өзінің айтқанын істетпей қоймайды. Жаңағыдай дұрыс емес нәрсе болса дұрыс қылу керек деген секілді ғой. Енді сіздер де анасыздар ғой, енді барлығы. Енді қазіргі уақытта шынымды айтсам, емін-еркін форматта әңгіме айтқым келіп отыр да. Сұрақтар бар, нелер бар, енді жалпы талқылайтын әңгімелерді айтыңызшы, жалпы оқушылармен осындай болса екен, немесе оқушыларға осындай өнегелі нәрсе жеткізгіміз келеді деген сияқты. Бұл енді сіз дайындалған сұрақ емес, тосыннан сұрақ болып тұр да, жалпы айтқанда. Жалпы енді өзіңіздің ойыңыз жеке. Мен де талқылайын, сіз де талқылаңыз, мен де ойымды жеткізейін, сіз де ойыңызды жеткізіңіз деген секілді. Енді негізі балалармен талқылағым келетін нәрсе бар ғой, ол мамандық мәселесі. Өйткені көп адам міне мамандықтан шатасады да, сосын өмірлері кішкене дұрыс болыңқырамайды. Енді айтады ғой, үш нәрседен қателеспеу керек деп, және оның ішінде біреуі мамандық таңдаудан қателеспеу керек деп. Сонда ойлаймын да, балалар мамандықты дұрыс таңдағаны, ол ертең сол дипломның оған жұмыс істегені. Нәтиже күтілетін нәтиже, ол сол. Сондықтан мына қандай мамандық бар, қазір мысалы үшін мен бүйтіп қарап отырсам, ауыл балалар үшін бір санаулы бір 3-4 мамандық қана білеміз, нақты. Ал енді мысалы үшін шет елдің балаларын, адамдарын қарасаңыз, олар жан-жақты болады да, бір мамандық емес, олар бірнеше мамандық алуға дайын болады. А бізде ондай жоқ.
біздің ең көп білетін мамандығымыз мысалы мұғалімдік, дәрігерлік, одан кейін енді ұзаса инженер деп айтамыз. Осы 3-4 мамандық қана болды. Балалар содан шыға алмайды. Енді бір военный, әскери мамандық бар шығар. Тұрақты алып отыратын мамандық сол біздегі. Енді балалар енді айтып отырсыз ғой примерно. Қазіргі бітіретін 11-ші класстарды мысалға алайық. Көбісі мысалы сізге қандай мамандық таңдаймын деп айтып отыр, қазір айтыңызшы, мысалы қазіргі 11-ші класстар мектептегі. Енді ұлдардың көбісі қазір енді әскери оқу орнына барамыз деп соған дайындалып жатыр. Енді жолдары болсын, мемлекетті қорғайтын адам керек, ертең тірек керек мемлекетке болсын. Бірақ бұл балалардың бәрі мен болашақта әскери адам болам деген оймен таңдап отырмаған сияқты маған. Мен ойлаймын, олар жаңағы ана 2 пән ғана ескеріледі, в основном ана жаңағы физический жағдайы жақсы болса, соған көп мән беріледі дегеннен кейін. Енді қазір шыны керек әскери оқу орындарына недобор болып жатыр. Сол жағдайларды ескеріп те барып жатуы мүмкін негізі. Нақты мен осындай боламын деп бара жатқан балалардың қарасы аздау енді. Жалпы енді сіз менің ойымша, енді үкіметтің жұмысы, ол сенің жұмысың төлеп береді, жаңа ненің квартираң төлеп береді. Сондай оймен деп те бір жағынан мен ойлаймын. Қазіргі балалар, ертең болашақта жұмыс істесем, маған үкімет квартирам төлеп береді, балам болса баламның ақшасын береді, әйелім болса үйленген болса үйленгенім, болмаса бір жерге баратын болсам үйімді әпереді. Ол енді мен ойлаймын, жеңіл ойлану мысалға. Енді балалар енді өзін жеке, бәлкім мен шынайы өздерінің ойы шығар. Бірақ енді жаңағыдай ғой, басқа саланы да көріп, немесе зерттесін. Енді қазір ол жеңіл ғой, 2 шығармашылық таңдайды олар, қазір 2 пән, получается. 2 пәнді таңдайды да, сонымен ол түсем дейді да, түспей қалған моmentке дайын емес болып қалады да. Сосын сөйтіп ол өз-өзін тастай салады да. Сондықтан мен ойлаймын, бір мамандықты емес, бірнеше мамандықты зерттеген дұрыс деп ойлаймын мысалы. Сіздің ойыңызша да солай деп ойлаймын мысалы. Қазіргі балалар көріп отырады да, қойшы деп, енді жалпы болмайтын әңгіме кетті деп ойлаймын. Енді жалпы енді көреді ғой, өзінің түсінігіне байланысты. Жалпы менің енді өзімнің қазіргі оқушыларға айтатын әңгімем, бір мамандықпен шектелмей, бірнеше мамандықты зерттеп көрсін болашақта. Мынада қандай қызықтар бар, енді қиыншылық болады, любой кез келген мамандықта қиыншылық болады. Қазір мұғалім болып жүрсіздер, мен де мұғаліммін, бірақ қиыншылық бар. Дегенмен жаңағыдай қағазбен жұмыс жасаймыз, тек просто күнделікті кезек толтырсақ болды емес, баламен жұмыс жасау қиын мысалға. Енді ол әскери деген ол шыны керек ең қиын ғой. Бірақ енді оған дайын ба, дайын емес па, енді балалар білмеймін енді мысалға. Көрсін, түссін, егер түсіп кетіп елін қорғаймын, жаңағыдай мықты азамат болам дейтін болса, мінекей сіздің де өзіңіздің де абырой, ата-анасының да абырой болады да мысалға. Енді жалпы келесі сұрағым, өзіңіз бала кезіңізде мысалға, маған осындай мұғалімнің арқасында мен күшті әсер еттім, және мен осы ойдан айырылдым деген секілді. Бала кезіңізде мысалға осы мұғалім маған үлгі тұтарлықтай болды деп айта аласыз ба? Кім толыққанды айтып кете аласыз ба? Бәлкім ол адам көріп отырса, бір рахаттанып қалар бәлкім. Кім жайлы айтар едіңіз? Енді мына ұстаз мынандай болды, мына мұғалім жақсы болды, немесе онша жақсы болған жоқ деп айта алмаймын. Бәрі ұстаздар жақсы болды. Әркімнің өзінің берері болды, әр балаға махаббатын берді, білімін берді. Соның барлығын енді біздің бойымызға сіңірді ғой. Негізі қазіргі мына қандай жетістікке жетсем де, мен өзім сол ұстаздарымның арқасы деп ойлаймын. Осылай сөйлеуге үйретті, елдің алдына шығуға үйретті. Сол бір кішкентай міне 4-5 сыныптан бастап сахнада жүріп, елдің алдында сөйлеу дағдысын осы ұстаздар маған бойыма сіңірген негізі. Жалпылама бөлмейсіз, жалпылама ұстаздар деп айтасыз. Ұстаздар деп айтайын, бірақ енді ерекше атап кететін ұстаздарды айта кетейін енді. Айта кетіңіз. Сонда да. Енді негізінен ол ең алғаш қолға қалам ұстатып, енді бізге әріп танытқан ұстаз адамның есінде мәңгілік қалады ғой. Енді бәріміз де келдік, бәріміз де оң солымызды танымай, кішкентай болып келген кезімізде отыруды үйреткен, қалам ұстауды үйреткен, әріп танытқан Күлбатша деген апайымыз болды. Сол Күлбатша апайымыз өте көп мына кітап оқуға деген құштарлықты сол кісі үйретіп кетті маған. Мен қазір күніне 1 сағат міндетті түрде кітап оқимын. Ол 9 мен 10-ның арасы, түнгі, кешкі уақытта. Осы дағдыны, мысал үшін, менің бойыма сіңіріп кеткен сол кісі болды. Одан кейін 5-11 сыныптар аралығында, 5 емес 6 сыныпта алды, 11-ді бітіртіп бізді осы мектептен ұшырып шығарған ұстазымыз болды, Күлпаран апай болды. Мен негізі өзімді сол кісіге ұқсатам.
мінезімді да, жаңағы талапшылдығым да, бәрі мен кәдімгідей сол кісіні қайталайтын сияқтымын. Өзімді қатты ұқсатамын сол кісіге. Ал енді үшінші бір ұстазым, ол жаңағы мына өзімнің тарих пәні мұғалімі болуға ықпал еткен, тарихты сүюге жаңағы сондай ықпал жасаған мұғалімім, өзімнің тарих пәнінің мұғалімі. Ол Әлия Уаш қызы деген мұғалім болды. Қазір осы ауылда тұрады. Кейде бір үлкен жаңағы шараларда көріп қалам сол кісіні. Тура сол кісіні көрген кезде бір балалық шағыма барғандай әсер алам. Жақсы көрем сол кісіні. Есімі кім дедіңіз? Қайталап айтып кетсеңіз. Әлия Уаш қызы. Барып шығамыз сізге. Гүлжан Төлегеннің қызымен бірге барып сізбен тоже сұхбат аламыз. Қысқаша сұхбат аламыз енді. Сіз айтып отырсыз ғой, алғыс айтамын деп. Жалпы енді сіз жаңа класс жетекшісімін деп айттыңыз ғой, енді 6-шы сыныптан 11-ші сыныпқа дейін. Енді сіз өзімді соған ұқсатамын деп тұрсыз. Ол енді қызық маған болып тұр да, ол апайыңыздың көп айтатын сөзі. Міне, күнде айтылатын сөзі. Қызық сөзін айтыңызшы маған. Так, қандай ол кісі сондай бір таза сөйлейтін негізінде. Тілі сондай жатық, бірақ өзі математика пәнінен сабақ берді. Енді жоғарғы сыныпта ол да алгебра, геометрия деп бөлінеді ғой. Сондай сабақтардан берді. Бірақ ол кісі бір сөзді қайталай беретін мұғалім емес еді. Көрдіңіз бе? Сондықтан мен нақты осындай сөзді үнемі айта беретін еді деп айта алмаймын. Бірақ ол кісінің бір мықты қасиеті өзі менің жалғыз маған емес, мен бірге оқыған сыныптастарымның бойынан мен негізі осы қасиетті көрем. Бір нәрсені мақсат еттің, соған жетудің қадамдарын ойластыр, сосын кейін міндетті түрде соған жетуің керексің. Орта жолдан тастап жіберу, орта жолдан қалдыра салу деген нәрсе болмайтын. Мектепте де бізден соны талап ететін. Басталды ма, мысалы үшін сабақ, үй тапсырмасын орындап, ана жаңағы жаттығудың бәрін жасап, есектің бәрін шығарып, жаңағы мұғалімге тапсырғанға дейін тіпті қоңырау соғылып қойса да, сабақ бітіп қойса да, бізден соны талап етіп отыратын. Бітті ме 5 есеп әкеліңдер дәптерді деген секілді ғой. Немесе бір уборка, енді сынып жетекші болған, бір концертке дайындық деген болады, немесе тағы басқа. Сондай жағдайлардың барлығында басынан аяғына дейін тиянақты орындалуын қадағалап отыратын. Сол нәрсе бізге өте үлкен, бәріміздің бойымызда бар ма деп ойлаймын мен. Класстастарымның мойында. Енді менде қазір бір не болып тұр да, ең басында мен сізге осы подкаст жайлы айтуға баратын кезде менде қобалжу болды. Қазір енді өзімді шын айтсам еркін сезініп отырмын. Қазір қобалжу жоқ. Но бірақ енді ең басында маған айтылды да, жаңа енді айтып отырсыз ғой, сіздің мұғаліміңіздің өзіңіздің мұғаліміңіздегі жаңа қасиетті айтып отырсыз, сол қасиет сізде шынымен бар. Өйткені жаңағыдай дайын келу керек сіздің алдыңызға. Жоба болса, жобаны дайын қылып әкелу керек, немесе дайын емес болса, жаңа айтып отырсыз, сенімсіздік танытамын деп. Ал сенімділік таныту үшін не істеу керек? Жаңағыдай. Тоже енді оқушыларға да тоже айта кететін әңгіме ғой. Сенімділік болу керек. Ең бастысы, басы бар, ортасы бар, аяғы бар. Кез келген нәрсені. Бір нәрсені мақсат еттім бе, соны аяғына дейін жеткізу керек. Енді бұл подкасттың мақсаты да сол. Оқушыларға өнегелі сөз, енді келіп жатқан қонақтардың да басына өткен қызықты жағдайлар деген секілді ғой енді жалпы. Енді жалпы подкаст ұнап жатыр ма? Енді ортасына да келіп, жалпы подкаст ұнап жатыр ма сізге? Иә, ұнайды. Өте қатты ұнап жатыр, өйткені бар ғой, көбінде жұмыс жағдайымен жүрген кезде ешкім мұндай сұрақ қоймайды. Сіздің бала күніңіз қандай болды, немесе сіз кімге ұқсайсыз, бала күнде қандай едіңіз деген сұрақты мен әріптестерімнен, не болмаса оқушыларымнан мүлде естімегем. Негізі өзім ойланып отырмын, қандай едім деп. Жоқ, негізі айтады ғой, өткен шақты елестетіп ойға алса, қазбалап нетсе, ми демалады дейді. Негізі ол факт. Сондай өткен шақты кішкене балалық шақты еске алып, мен балалық шағымда мындай болдым, тентек болдым, балалық шағымда мындай қызықты жағдай болды деп кішкене елестетсеңіз, миыңыз демалады. Жаңағы жұмыс бабы болсын, жаңағы біреумен сөйлесетін жағдай болатын болса, соны ұмытасыз, кішкене сәл демалыс береді негізі. Жалпы енді тағы келесі сұрағым, сіз қандай оқушы болдыңыз? Тыныш па или белсенді ма? Мен белсенді болдым. Өте белсенді болдым деп айтуға болады. Өйткені ол кезде біз 6 күн оқитынбыз. 5 күндік деген бертін шықты ғой ол. 6 күн оқимыз, 6 күннің 6 күнінде де менде сабақтан басқа түстен кейін бір нәрселерге қатысатын міндетті, бірдеме жүргізетінмін, бір нәрсенің сценарийін дайындайтынмын. Сондай өте белсенді болдым енді. Енді мен өзім негізі мектепте жақсы оқыдым, үздікке бітірдім мектепті. Сол кезде
үнемі белсенді болып жүретінмін. Бір менің бір немін андай ерекшелігім мынандай бірдеме бір сарынды бір-біріне ұқсайтын нәрсе ұнамайтын маған. Мен бір ерекше нәрсе ойлап тапқым келіп тұратын да. Сондықтан өте белсенді болдым. Бірақ осы белсенділік негізінде адамға кейде бір кері де әсер ете ме деп ойлаймын мен соңғы уақыттарда. Оны сезгенім ең бірінші осы белсенділіктің тым жан-жақтылықтың бір несі кедергісі, минусы ол мынада болады екен, мамандық таңдауда. 11-ші сыныпта оқып жүрген кезде мысалы мен өзіме қандай мамандық таңдасам екен деген сұрақ туды да, енді былай қарасам бәрін істей алатын сияқтымын. Өйткені мен музыкальный школада оқыдым, домбыра, гитара ойнай алатынмын, фортепиано болатын сабағы, содан біраз хабарым болды, тілге жақын болдым, ағылшын тілін мен қазіргі күнде де былай енді керемет білем деп айтпасам да енді түсіну деңгейіндемін. Ол кезде мектепте оқығанда қызығушылық қатты болды ағылшын тіліне. Мысалы аудармашы болғым келді, өнер жағына кеткім келді, диктор болғым келді, өйткені мен көп нәрселерде жүргізуші болып жүретінмін сахнада. Өзімді жақсы сезінетінмін сахнада, көп адам маған қарап тұрған кезде мен сөйлегенді ұнататынмын, внимание. Сонда ойлайтынмын, мен диктор болсам ба екен деп. Ана жаңалықтарды жүргізеді ғой, хабардан, неден, Қазақстан телеарнасынан, сонда қарап отырып ойлайтын, диктор болсам қайтеді, журналист болсам қайтеді деп. Шығарма жазатынбыз кішкене күнімізде, қазір шығарма дегенді алып тастады ғой. Сол шығарма жазған кезде барлық енді басқа балалар енді барлығы емес енді көпшілігі кәдімгі өздерінің жұмыс дәптеріне 1-2-3 парақ сөйтіп жазады. Ал мен шығарманы міндетті түрде мен үйде жазатынмын. Мен сыныпта, класста, сабақтың үстінде жаза алмайтынмын. Оны мұғаліміме айтатынмын сөйтіп. Айнұр апай, мен мына жерде жазбайыншы, сіз маған уақыт беріңіз, мен басқа нәрсемен айналысайын, мен шығарманы үйде жазамын деп айтатынмын солай. Сосын үйге барғаннан кейін кәдімгі жай дәптер бар ғой, ана 12 беттік. Соны бастаймын. Мен ешқай уақытта шығарманы енді жұмыс дәптерінің ішіне жазбайтын, өйткені ол жердегі беттер маған аз болатын. Мен кәдімгі бөлек дәптер бастайтын да, бір шығарма сол 12 бетке толатын. Енді сіз айтып отқан сөзіңіз былай, белсенділіктің енді минус жағы ойымды шашыратып жіберді. Қай мамандық таңдадым, білмей қалдым деген секілді. Қазірде енді мысалы өкініш бола ма? Мысалға, мына мамандық болса, иесі болған кезде, бәлкім мен мындай болар ма едім деген секілді, жалпы мамандығыңыз жайлы. Сол енді қазіргі уақытта мысалға, сіз айтып отырсыз, қазіргі уақытта тарих пәнінің мұғалімісіз, енді қазір осы Ластаев мектебінің басшысыз. Енді бұл басшылықта болмағанда мен қандай мамандық, өзіңізді қандай мамандық иесінде көрер едіңіз жалпы? Мен негізі осы бір арманым орындалмай кететін армандардың қатарына кіретін шығарма деп ойлаймын негізі. Мен заң қызметкері болғым келді. Кішкене күннен соны армандадым, бала күнімнен. Жанымда бір жақсы досым болды, есімі Мұрат. Мұрат көріп отырса үлкен сәлем жолдаймын. Жәнегі Мұрат екеуміз қатар отырдық. Ол бізге 7-ші сыныпта біздің сыныпқа келді, қаладан ауысып келді. Енді оның болмысы бөлек бала болды. Енді қаладан келген соң бізден көп ерекшеленді ол бала. Ойлау жағынан, өзін ұстау, киім киісі бәрі түгел бөлек болды да. Сол баламен мен сөйлескенді жақсы көретінмін. Өйткені ол ерекше бала болды. Сондай бір сол кезде екеуміз отырып мынандай жоспар құратынбыз. 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін сен кім боласың деп. Сол кезде ол айтады, мен заңгер болам, юрист болам, прокурор болам мен деп. Сол кезде мен айтатын, сен прокурор болатын болсаң, онда мен адвокат болам деп. Ал қазір бір кешіре тұрмын, сөзіңізді бөлсем, қазір жетті ма мақсатына? Қазір сол мамандықпен жұмыс істеп жатыр ма? Жоқ. Ол да бармады, мен де бармадым. Енді солай болды. Бірақ та енді оған мен ойлаймын, негізі мен сол жаңағы адамдарды қорғау, заңға сүйене отырып бір шешім шығару, көпшіліктің алдында біреуді қорғап алу, форма кию, соның бәрі мені қатты қызықтырды. Бірақ енді біз 2001 жылы бітірдік мектепті. Ол кезде кішкене заман дәл мынандай емін еркіндік жоқ болды, шыны керек. Мен бір тағы не айтасың, қазір мен ойлаймын, жас катет деген бар ғой. Сол сізге сондай ұсыныс тастағаннан сіз қуана қабылдаған секілдісіз. Иә, тіпті ойланғанда жоқпын. Керек балалар қазірден армандай білу керек. Қазірдан бастап ол сол арманға жетудің қадамдарын жасау керек, шабыттану керек бір нәрседен. Сондықтан қазір мына кадет сыныбының енгізілуі негізі үлкен мүмкіндік болса ғой деп ойлаймын енді. Балалар үшін мүмкіндік болса екен осыларға деп. Балаларға пайдасын тигізіп, болашақта сондай мамандық иесі болып
шынымен де осы қазір енді сондай саламен енді қазір сондай сабақ өтіліп жатыр. Мгм. Ол жақта сондай сіз енді айтып отырсыз сондай заңгер немесе заңға қатысты болғым келеді деп. Мен Мгм. ойлаймын енді солар сондай жетістікке жеткен кезде мен бір үлесім бір қосылған Иә. екен ғой деп мен сол кезде жақсы дұрыс шешім қабылдаған екен ғой деп кішкене енді күшті ой туындайды деп ойлаймын мен сізде. Иә.